Конституцияның екінші бөлімі адам және азамат өте маңызды бөлім. Ауқымды бөлім болғандықтан екіге бөліп өтеміз. Осы сабақта 39 сұрақты қамтып, соңында бақылау тесті болады. Бірінші сұрақ. Конституцияға сәйкес азаматтықтан айыруға болмайды. Екіншіден, азаматтықты өзгерту құқығы бар. Ол құқықтан айыруға болмайды. Сонымен қатар Қазақстанның азаматын Қазақстаннан тыс жерлерге аластауға да болмайды. 2017 жылғы наурызда Конституцияға өзгерістер енгізілген. Ол жайлы келесі сұрақта тоқталамыз. Екінші сұрақ. Бұған дейін ешқандай жағдайда азаматтықтан айыруға болмайтын. 2017 жылғы өзгерістерден кейін азаматтықтан айыруға әкеліп соғуы мүмкін жағдайлар толықтырылған. Олардың ішінде террористік қылмыстар жасау және Қазақстан Республикасының өмірлік маңызы бар мүдделеріне өзге де ауыр зиян келтіру. Осы екі жағдай бойынша соттың шешімімен ғана азаматтықтан айыруға жол берілуі мүмкін. Бұл 2017 жылы енгізілген өзгерістер. Мұнда басты мәселе террористік әрекеттерге қатысатын адамдарға Қазақстанға қайтуға мүмкіндік бермеу, яғни өз идеологиясын Қазақстанда таратпау үшін жасалған. Келесі сұрақ. Республиканың азаматы бір мезгілде екі мемлекеттің азаматы бола алмайды. Төртінші сұрақ. Қазақстан Республикасының азаматын шет мемлекетке беруге болмайды. Басқа мемлекеттің аумағында қылмыстық құқық бұзушылық жасаған Қазақстан Республикасының азаматтары, егер Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында өзгеше белгіленбесе, ұстап беруге жатпайды. Яғни Қазақстан азаматын шет мемлекетке беруге болмайды. Конституцияға сәйкес адам құқықтары мен бостандықтары әркімге тумысынан жазылған. Яғни адам туылғаннан бастап құқықтарға және бостандықтарға ие болады. Келесі сұрақ. Конституцияға сәйкес Қазақстан Республикасының азаматы өзінің азаматтығына орай құқықтарға ие болып, тиісінше міндеттерді атқарады. Конституцияда заңдарда және халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар республикада шетелдіктер де Қазақстан Республикасының азаматтарындай құқықтар мен бостандықтарды пайдаланады және міндеттер атқарады. Келесі сұрақ. Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыруы басқалардың құқықтарының бостандықтарына нұқсан келтірмеуі тиіс.
Келесі сұрақ. Заң көмегі тегін көрсетіледі ме? Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңға сәйкес заң қызметін тегін көрсетілетін жағдайлар көрсетілген. Конституцияда белгіленген норма. Келесі сұрақ. Заң мен сот алдында жұрттың бәрі тең. Осындай сұрақ болып келеді. Келесі сұрақ. Қандай жағдаяттар болмасын, ешкімді ешқандай кемсітуге болмайды. Әлеуметтік, мүліктік жағдайы болсын, жынысы, нәсілі, ұлты, тіліне, дінге, көзқарасына, нанымы, тұрғылықты жері бойынша ешкімді ешқандай кемсітуге болмайды. Келесі сұрақ. Өлім жазасы қандай қылмыстар үшін белгіленген? Адамдардың қаза болуымен байланысты террористік қылмыстар және соғыс уақытында ерекше ауыр қылмыстар жасаған үшін өлім жазасы белгіленетіні Конституцияда көрсетілген. Екі жағдайда адамдардың қаза болуымен байланысты террористік қылмыстар жасаған үшін, соғыс уақытында ерекше ауыр қылмыстар жасаған үшін. Конституцияға сәйкес тұтқындауға және қамауда ұстауға заңда көзделген реттерде ғана және тек қана соттың санкциясымен болады. Конституцияға сәйкес тұтқындалған адамға шағымдану құқығы беріледі. Яғни тұтқындалған адам шағым жазуға құқылы. Соттың санкциясынсыз 72 сағаттан аспайтын мерзімге адамды ұстауға болады. Конституцияға сәйкес ұсталған, тұтқындалған қылмыс жасады деп айып тағылған әрбір адам адвокаттың көмегін пайдалануға құқылы. Конституцияға сәйкес адамның қадір-қасиетіне қол сұғылмайды. Келесі сұрақ. Конституцияға сәйкес ешкімді деп қойылады. Яғни ешкімді азаптауға, зорлық-зомбылық жасауға, басқадай қатыгездік немесе адамдық қадір-қасиетін қорлайтындай жәбір көрсетуге не жазалауға болмайды. Келесі сұрақ. Конституцияға сәйкес әркімнің жеке өміріне қол соғылмауына,
өзінің және отбасының құпиясы болуына, ар-намысы мен абыройлы атының қорғалуына әркімнің құқығы бар. Келесі сұрақ. Бұл жерде көрсетілгені Конституцияда әркімнің өзінің жеке салымдары мен жинаған қаражаттарының, жазысқан хаттарының, телефон арқылы сөйлескен сөздерінің, почта, телеграф арқылы және басқа жолдармен алысқан хабарларының құпиялығы сақталуына, яғни бұл құпиялықты бұзуға тек қана заңда тікелей белгіленген реттер мен тәртіп бойынша ғана жол беріледі. Келесі сұрақ. Мемлекеттік органдар, қоғамдық бірлестіктер, лауазымды адамдар және бұқаралық ақпарат құралдары әрбір азаматқа өзінің құқықтары мен мүдделеріне қатысты құжаттармен, шешімдермен және ақпарат көздерімен танысу мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті. Келесі сұрақ. Қай ұлтқа, қай партияға және қай дінге жататынын әркім өзі анықтайды. Және оны көрсету, көрсетпеуге де хақылы. Келесі сұрақ. Ана тілі мен төл мәдениетін пайдалануға, қарым-қатынас, тәрбие, оқу және шығармашылық тілін еркін таңдап алуға әркімнің құқығы бар. Цензураға тыйым салынады. Цензура деп отқанымыз ақпаратты таратуды шектеу немесе алдын ала келісуден кейін ғана жариялау. Келесі сұрақ. Сөз бен шығармашылық еркіндігіне кепілдік беріледі. Әркім тыйым салынбаған кез келген тәсілмен еркін ақпарат алуға және таратуға құқығы бар. Мемлекеттік құпия болып табылатын мәліметтер тізбесі заңмен белгіленеді. Мемлекеттік құпиялар туралы заң бар. Осы заңмен мемлекеттік құпия болып табылатын мәліметтер тізбесі белгіленеді. Бұл Конституцияда көрсетілген. Келесі сұрақ. Тыйым салынған ақпараттық материалдар дегеніміз конституциялық құрылысты күштеп өзгертуді, оның тұтастығын бұзуды, мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіруді, соғысты, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік, топтық және рулық астамшылықты, зорлық-зомбылықты, қатыгездікті насихаттайтын материалдарды тыйым салынған материал дейміз. Оларды насихаттауға немесе үгіттеуге жол берілмейді.
Келесі сұрақ. Республика аумағында заңды түрде жүрген әрбір адамның еркін жүріп тұруға құқығы бар және тұрғылықты мекенді өз қалауынша таңдап алуға құқығы бар. Келесі сұрақ. Әркімнің республикадан тыс жерлерге кетуіне құқығы бар, яғни шетелге кетуіне. Және сәйкесінше республикадан тыс жерлерге кеткен азаматтардың республикаға кедергісіз қайтып оралуына құқығы бар. Келесі сұрақ. Ар-ождан бостандығына әркімнің құқығы бар. Бірақ ар-ождан бостандығы жалпы адамдық және азаматтық құқықтарға, мемлекет алдындағы міндеттерге байланысты болмауға тиіс, оларды шектемеуге тиіс. Келесі сұрақ. Қазақстан Республикасы азаматтарының бірлесу бостандығына құқығы бар. Келесі сұрақ. Яғни әскери қызметшілер, ұлттық қауіпсіздік органдарының, құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен судьялар партияларда, кәсіптік одақтарда болмауға және саяси партияны қолдап сөйлемеуге тиіс. Әркімнің еңбек ету бостандығы, әркімнің қызмет пен кәсіп түрін еркін таңдауына құқығы бар. Келесі сұрақ. Соттың үкімі төтенше жағдайда, соғыс жағдайында мәжбүрлі еңбекке жол беріледі. Қауіпсіздік пен тазалық талаптарына сай еңбек ету, еңбек үшін кемсітусіз сыйақы алу, жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғалу әркімнің құқығы. Конституцияда осылай жазылған. Келесі сұрақ. Конституцияға сәйкес ереуіл жасау құқығы мойындалады. Келесі сұрақ. Еңбек шарты бойынша жұмыс істейтіндерге жұмыс уақытының ұзақтығы, демалыс және мереке күндеріне жыл сайынғы ақылы демалысқа кепілдік беріледі. Міндетті түрде еңбек шарты болуы қажет. Осымен сұрақтар аяқталды. Енді қайталау және бақылау тестін тапсыру. Өзіңізге белгілеп отырыңыз. Азаматтықтан айыруға қандай жағдайда жол беріледі?
дұрыс. Үшінші нұсқа террористік қылмыстар жасаған үшін және Қазақстан Республикасының өмірлік маңызы бар мүдделеріне өзге де ауыр зиян келтірген үшін соттың шешімімен ғана жол беріледі. Келесі сұрақ. Төртінші нұсқаны таңдағандардікі дұрыс. Құқықтар мен бостандықтар әркімге туындысынан жазылған. Келесі сұрақ. Қазақстан Республикасының азаматы құқықтарға ие болып, міндеттер атқарады. Екінші нұсқаны таңдағандардікі дұрыс. Республика азаматы басқа мемлекеттің азаматы бола алады ма? Қос азаматтық. Дұрыс, танылмайды. Келесі сұрақ. Тұтқындауға және қамауда ұстауға. Дұрыс нұсқасы 3. Заңда көзделген реттерде ғана және тек қана соттың санкциясымен тұтқындауға және қамауда ұстауға болады. Келесі сұрақ. Конституцияға сәйкес тұтқындалған адамға қандай құқық беріледі? Дұрыс, шағымдану құқығы беріледі. Келесі сұрақ. Соттың санкциясынсыз адамды ұстауға 72 сағаттан аспайтын мерзімге болады, яғни 3 тәулік. Келесі сұрақ. Өлім жазасы қандай қылмыстар үшін белгіленеді? Өлім жазасы адамдардың қаза болуымен байланысты террористік қылмыстар, соғыс уақытында ерекше ауыр қылмыстар жасаған үшін белгіленген Конституцияға сәйкес. Келесі сұрақ. Қазақстан Республикасының азаматын шет мемлекетке беруге болады ма? Дұрыс. Халықаралық шарттарда өзгеше белгіленбесе беруге болмайды. Келесі сұрақ. Адам ұсталған, сондалған немесе айыпталған кезден бастап дұрыс нұсқасы адвокаттың көмегін пайдалануға құқылы. Үшінші нұсқаны таңдағандардікі дұрыс. Ешкімді азаптауға болмайды. Зорлық-зомбылық, басқа да қатыгездік жасауға болмайды. Үшінші нұсқа дұрыс. Келесі сұрақ.
Үшінші нұсқа дұрыс. Еңбек шарты бойынша жұмыс істейтіндерге жұмыс уақытының ұзақтығы, демалыс және мереке күндеріне жыл сайынғы ақылы демалысқа кепілдік беріледі. Келесі сұрақ. Ереуіл жасау құқығы Конституцияға сәйкес мойындалады. Үшінші нұсқа дұрыс. Келесі сұрақ. Республиканың азаматын азаматтығынан айыруға, азаматтығының өзгерту құқығынан айыруға, Қазақстаннан тыс жерлерге аластауға болады ма? Болмайды. Екінші нұсқа дұрыс. Келесі сұрақ. Тәрбие, оқу және шығармашылық тілін еркін таңдап алуға құқығы бар. Келесі сұрақ. Адамның қадір қасиетіне қол соғылмайды. Келесі сұрақ. Хат хабарлардың құпиялығы. Заңда тікелей белгіленген реттер мен тәртіп бойынша ғана жол беріледі. Осы құпиялықты шектеуге. Келесі сұрақ. Конституцияға сәйкес цензураға тыйым салынады. Цензура деп отқанымыз ақпаратты таратуды шектеу немесе алдын ала келісуден кейін ғана жариялау. Оған тыйым салынады. Келесі сұрақ. Әркім өзінің қай ұлтқа, қай партияға және қай дінге жататынын өзі анықтайды және оны көрсетуге, көрсетпеуге хақылы. Келесі сұрақ. Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыруы дұрыс. Бірінші нұсқа. Басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын бұзбауға, конституциялық құрылыс пен қоғамдық имандылыққа нұқсан келтірмеуге, яғни сенің құқығың басқаның құқығын шектемеуі тиіс. Келесі сұрақ. Тыйым салынбаған кез келген тәсілмен әркімнің құқығы бар. Келесі сұрақ. Конституцияға сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиясы болып табылатын мәліметтер тізбесі заңмен белгіленеді. Келесі сұрақ.
мемлекеттік органдар, қоғамдық бірлестіктер, лауазымды адамдар және бұқаралық ақпарат құралдары әрбір азаматқа өзіне қатысты құжаттармен, шешімдермен және ақпарат көздерімен танысу мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті. Келесі сұрақ. Заң мен сот алдында дұрыс, жұрттың бәрі тең. Келесі сұрақ. Тыйым салынған мына ақпаратты насихаттауға және үгіттеуге жол берілмейді. Келесі сұрақ. Республикадан тыс жерлерге кетуіне кімдердің құқығы бар? Үшінші нұсқаны таңдағандардікі дұрыс. Әркімнің республикадан тыс жерлерге кетуіне құқығы бар. Келесі сұрақ. Республика азаматтары шетелдіктер мен азаматтығы жоқ азаматтар үшін белгіленген құқықтар мен бостандықтарды пайдаланады, сондай-ақ міндеттерді атқарады. Төртінші нұсқа дұрыс. Келесі сұрақ. Дұрыс. Әркімнің жеке өміріне қол сұғылмауына құқығы бар. Келесі сұрақ. Заң көмегі қай кезде тегін көрсетіледі? Заңда көзделген реттерде. Төртінші нұсқа дұрыс. Келесі сұрақ. Шығармашылық еркіндігіне кепілдік беріледі. Дұрыс. Келесі сұрақ. Бірлесу бостандығына кімдердің құқығы бар? Үшінші нұсқа дұрыс. Қазақстан Республикасы азаматтарының бірлесу бостандығына құқығы бар. Келесі сұрақ. Республика азаматтарының республикаға кедергісіз қайтып оралуына құқығы бар. Бірінші нұсқа дұрыс. Келесі сұрақ. Әркімнің ар-ождан бостандығына құқығы бар. Келесі сұрақ. Еркін жүріп тұруға Қазақстан Республикасы аумағында заңды жүрген әрбір адамның құқығы бар. Келесі сұрақ.
Сұрақтың дұрыс жауабы 4. Әскери қызметшілер, ұлттық қауіпсіздік, құқық қорғау органдарының қызметкерлері, судьялар саяси партияны қолдап сөйлемеуге тиіс. Келесі сұрақ. Үшінші нұсқа дұрыс. Қызмет пен кәсіп түрін әркім өзі таңдайды. Келесі сұрақ. Бірінші нұсқа дұрыс. Ешкімді ешқандай кемсітуге болмайды. Келесі сұрақ. Мәжбүрлі еңбек. Мәжбүрлі еңбекке соттың үкімі бойынша төтенше жағдай немесе соғыс жағдайда жол беріледі. Келесі сұрақ. Қауіпсіздік пен тазалық талаптарына сай еңбек ету әркімнің құқығы. Бірінші нұсқа дұрыс. Осымен екінші сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыз.